Татулықтың тұтқасы бірліктің бесігі Ақтөбеде осындай атаумен ерекше көрме өтті. Шара 1 наурыз алғыс айту күніне орайластырылған. Мақсаты жастарға бірлік пен татулық, достық пен мейірімділікті насихаттау. Көрмеге қалалық көркем сурет лицейінің оқушылары салған суреттер қойылды. Ал кітапхана қызметкерлері тақырыпқа сай библиографиялық көрме ұйымдастырды. Бүгін Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында 1 наурыз алғыс айту күніне орай татулықтың тұтқасы бірліктің бесігі фотосурет көрмесін ұйымдастырып отыр. Шараның мақсаты жас ұрпаққа елімізде ұлттар татулығы мен бірлігін сақтап, мейірімділік, достық, ризашылық пен алғыс, адамгершілік тұрғыдағы сыйластық құндылығын бағалауға шақыру. Көктемнің алғашқы күнімен қатар келген бұл күннің басты мазмұны қазақ еліне кезіндегі қайырымды ісі үшін алғыс айтуды білдіреді. Түрі, діні, тілі, мәдениеті, салт дәстүрлері басқа этнос өкілдеріне шексіз мейірімі мен жүрегінің кеңдігін сыйлаған қазақ елінің ерекше қасиеті атап өтіледі.